Астанада имам ізгі қоғам жаршысы тақырыбында 5-ші республикалық форум өтті. Жиынға 350 дін қызметкері қатысты. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин өңірлерден келген имамдарға президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқыды. Онда ел тұрақтылығын сақтауда мүфтияттың еңбегі зор. Сондықтан салт дәстүрмен тығыз сабақтасқан дәстүрлі исламды қадірлеу аса маңызды делінген. Жалпы жиында имамның жамағат намазын өткізу тәртібі, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рухани құндылықтарды насихаттаудағы рөлі, қажының рухани келбеті тұғырнама құжаттары қабылданды. Имамдарымыз ол рухани ағартушы ұстаздар. Әр мешітте келген жамағатқа шамасы келгенше уағыз насихатын айтып, елді бірлікке, ынтымаққа баулайды. Қазақ ұлтының құндылықтарын сақтау және оны кеңінен халыққа насихаттауды біз қолға алып жатырмыз. Біздің тіліміз, жалпы салт дәстүріміз, осылардың барлығы қолдан келгенше иншалла имамдарымызбен бірге жамағатымызға насихатталатын болады. Мешітке келетін көпшіліктің ынтымақ, бірлігі нығаю үшін, бірлік сақталу үшін мешіттің ішіндегі де құлшылықтың өзіндік бір реттік тәртібі болу керек. Сондықтан біз осы бағытта да құжаттар қабылдап жатырмыз. Былтыр имамдар 10 мыңға жуық отбасын ажырасудан сақтап қалыпты. Мешіттердің жанынан жанұялық кеңес беру орталықтары ашылған. Имамдарға сол орталықтардың жұмысын күшейту, ұлттық, мәдени, діни құндылықтарды дәріптеп, жат ағымдарға тойтарыс беру тапсырылды.